Асқы салының чуртақ жазы Зинаида Дапоева пабызын хажында көрбен. Ол 1942 жылда күскөде төрен. Пабыз етізің шаға шайғыда барыпсқан. Николай Борисович пулеметчик болған, Ленинград үшін хазыр шалызығыларда араласқан. 1944 жылда 24 январьда городы Хұршағдан пост жатқанда мақашалар өлімінің жатқалған. Сөбірезіне келген похоронкада аның сөгі Муталова алдағы шажылар сырыдында шатчат басылып барған. Зинаида Николаевнаның олғы Иларион Санкт-Петербург сар командировка чөргенде ағызның өлізін білерге қаразып, ол шалысқан жерлерді бол келген. Ағызның ады пазылған құмырт қатасты көрпаларға тың сағынған. Андары келгенде күшепс албар bu братский могила жоғыл. Аның ибры чүргөпс қайда антып bu аранды. Bu оказа Вахонова зара тоже андары кіргіпс. Но понимаете списокта жоқ болған ол. Бұ керек 10 жыл мұның алында болған. Зинаида Николаевна пабызының сөгі жатчатқан орыны тап алырғылы сағыныпсқан. Асқыстағы ша комиссариадында тілек тоғыстарын немеден пастирға, қайде оларыны апарарға сұрап алған. Аның пішіктер басыпастан. Бұ керекті аға стезік отряд кізлері қабысқанар. Мегам уже четон дюрчас. Сақшыман итсала керек почеп аларға да ол неме қалыр сақысты. А то иділбе неме қалыза тоже из жол. Аның ол пұлтардан зағар, мен аны уже иде неме істесіқым. 1996 жылда Ленинград облысының Гачина аймандағы Охтек Сырытырдағы сөктеріне бір орындар ағылып шыр тоғыз апарылған. Муталова алдағы сырыт ол чөрім қостыра шоқ еділген. Андағы сөктеріне Волохова алды көлет салғанар. Же Николай Борисович Тапоевтың ады қайдығда сылтығынан құмырт қылалбейін қалған. Бұны ады тізің Зинаида Николаевнаның күстінгінінің аның пабызының ады мрамортаста басыл барды. Ол жердер бар. Мұныңандар жер апарып салсала керек меге ол абамның памятник еткен жерлер жерге. Ана ол жерден ағылып. Бозыпстың сүйіктерін зері, луларыпстың сүйіктерін зері қозы сақсалағы. Мұртаның құдыта қаты келер ол жермің. 7 жыл азыруқ мұның алында тозылған ша көп кезінің сүренде, сақс көгізінде амда тоқталақ. Илчерінде жатқылған прай шайжыларының аттары, олардың үлістері, база жатқан жерлері білістік болса, аңды дылы аның шаланы амырыр.